Қарбыз жазды күні сүйсініп жейтін жемістердің бірі. Алайда, тәтті қарбыз жеу үшін дұрысын таңдай білу қажет. Сары дақ қарбыздың жерде жатқан бөлігінің белгісі. Жақсы піскен қарбызда дақтың түсі ақ емес, қызғылт сары болуы тиіс. Қарбыздағы қоңырдақ аралардың жеміс түйінін жиі тозаңдатқандығын білдіреді. Ара жиі тозаңдатқан болса, қарбыз соғұрлым тәтті болады. Бақташылар арасында қарбызды ұл және қыз деп бөлу кеңінен тараған. Ұлдар сопақ және сулы келеді, ал қыздар домалақ және өте тәтті болады. Қарбыздың тым үлкенін немесе тым кішкентайын таңдамаған жөн. Ең дұрысы орта көлемдегі қарбыз. Кепкен құйрықша қарбыздың тиісті деңгейде піскендігін білдіреді. Алайда, бақташылар жасыл құйрықша ұзақ тасымалдау барысында кеуіп қалу мүмкін екенін ескеріп, қарбыздың басқа да белгілеріне назар аударуды ұсынады. Қарбызды жолдың бойынан сатып алмаған жөн. Себебі қарбыз көліктерден шыққан зиянды газдарды бойына сіңіреді. Қарбызды сатып алғанда жарылған немесе тілінген жерлері болмау керек. Бактериялар түсуі мүмкін. Жақсы піскен қарбызды тақылдатқанда тыңқылдаған дыбыс шығуы қажет. Қарбызды қабығына дейін жемеген дұрыс. Себебі нитраттың көбі қабықтың ақ қабатында болады.